Баршаңызға сәлем. Менің есімім Назира. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осылай жылдам дайын болатын таңғы астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді болып шығады. Және де болашақта менің тағы да шығатын видео рецепттерімді жоғалта алмас үшін арнама тіркеліп алыңыз. Бұл тағамды дайындау үшін маған 2 жұмыртқа қажет болды. 2 жұмыртқаға дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап араластырып аламын да табаға сары майды жағып, жаңағы араластырып алған жұмыртқамның жартысын құямын. Құйып алып, оның үстіне лавашты салып, лаваштың үстіне осылай жұқалап турап алған сарделкеларды саламын. Сарделкенің орнына колбаса салсаңыздар да болады. Және бетіне сырды сеуіп, осылай үстіне тағы да лаваш салып, бұл лаваштың үстіне қызанақты саламын әдемелеп. Осылай менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді, жылдам дайын болатын тағам. Қызанақтың үстіне де сырды салып, оның үстіне лаваш, оның үстіне тағы да сарделке саламын. Жасалу жолы да өте қарапайым, оңай. Сыр салып, оның үстіне укропты сеуіп, бетіне лавашты қоямын да қалған жұмыртқаның жартысын осылай ең соңғы лавашымның үстіне жағамын тегіс барлық жеріне. Сосын табанның бетін жауып, өте баяу отта емес, орташа отта астын жағын пісіріп аламын да. Сосын екінші бетін аударып, екінші бетінде дәл осылай қызартып пісіріп алатын боламын. Мінекей, менің тағамым дайын болды. Өте керемет, жылдам дайын болатын тағам. Әсіресе таңертең жұмысқа асығып тұрған кезде бір 15-20 минуттың ішінде осы тағамды дайындап алсаңыздар болады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Комментарий бөлімінде ой пікіріңізді жазып қалдырып қойыңыз. Сау саламатта болыңыз.